Қайырлы күн баршаңызға. Видеоны соңына дейін көруді сіздерге ұсынамын. Мен де қуанып қалар едім. 111-ші сабақ 1 мен 9-ші есептерді шығарып көрсететін боламын. Бүгінгі тақырып бөлшектерді қосу және азайту. Бірінші есеп берілген, міне сұрақтарға жауап бер делінген. Біз сіздерге есепті шығарып, мынадай етіп ұсынып көрсетіп отырмын. Екінші есебімізде есепте деген, біз өткен тақырыптарда дәл осылай есептерді шығардық. Бұл есеп сіздерге қиындыққа соқпайды. Үшінші есебіміз, екінші есеп міне шығарылу жолы. Біз осылай есептерді өткен сабақтарда шығардық, оқушылар. Үшінші есебіміз теңдеулерді шеш деген. Бұл жерде 4 теңдеу берілген екен. Мен сіздерге қазір 2 теңдеудің шығарылу жолын көрсетейін. Міне, 2 теңдеудің шығарылу жолы. Күрделі теңдеулерді қарапайым теңдеуге ауыстырып, есепті шығардық. Төртінші есеп есептерді шығар деген. Бұл жерде А және Ә бөліктерден тұрады екен есептер. Мен сіздерге осы екі есепті шығардым. Қазір міне сіздерге шығарған есебімді ұсынып отырмын. А және Ә есептері. Бір-біріне әрине ұқсастықтар бар, бірақ жауаптары басқаша болады. Бесінші есеп есептерді шығар деген. Бұл есебімізде А және Ә бөліктерден тұрады екен. Бұл есепті де шығарып сіздерге ұсынып көрсетейін. Міне, А және Ә есептерінің шығарылу жолы дәл осылай болады. Алтыншы есеп есептерді шығар деген. Арманның қанша ақшасы болғанын сіздерге есептеп көрсетуіміз керек. Қазір есептеп көрсетемін. Міне, Арманның 60 теңгесі болған екен. Бізде жетінші есепте топтық жұмысқа берілген есептерді шығар деген. Бұл есебімізде А және Ә бөліктерінен тұрады. Міне, есебіміз дәл осылай шығады екен. Формуламен сіздерге көрсетіп қойдым. Осы формулаларға сүйеніп есепті шығару керек. 8-ші есебіміз сен зерттеушісің дейді. Зерттеу арқылы бұл жұмыс шығарылуы керек. Неше бәліш болған туралы. Міне, әр бәліш 4 бөлікке бөлінген 24 ыдысқа. Бір тілімнен салу үшін 24-ті 4-ке бөліп, 6 бәліш болғанын сіздерге көрсеттім. 9-ші есепте үй тапсырмасы ретінде сіздерге беріледі. Салыстыр деген. Салыстыру есебі бұл қиын емес. Міне, сіздерге осылай есептерді ұсындым. Ұнаса подписать етіп, соңына дейін көріп отырыңыздар.